бақыттымын деп тұрғандарға сәлем. Біз бүгін қазір шуақты күн деген ойын ойнаймыз. Яғни күннің шапақтарын сіздерге таратып беремін. Бұл жұптық жұмыс. Осыған сен бақытты өмір сүру үшін не қажет деп ойлайсың? Жұптық жұмыс. Бір ғана сөзбен жазуға болады. Қара, маркерді ала қойыңдар. Біреу. Болғандарыңыз енді осы күннің шапақтарын оқып, сосын ілеміз. Келе ғой. Қайтып болды, бірінші топтан бастайық. Ата-ананың қасында болуы. Ата-анаң менің қасында болса, бақытты өмір сүреді екенбіз. Дұрыс. Өте жақсы, жақсы. Келесің. Тағы кім? Кел. Келсеңші, келе. Татулық дейді, өте тамаша. Тағы кел. Тыныштық. Тыныштық. Өте жақсы, керемет. Тағы кім деп жатыр? Кім болды? Әкел, күнәсін келе ғой. Бейбіт өмір. Бейбіт өмір, тамаша. Тағы әкел ғой. Құқықты болу. Құқықты болу. Тағы кім деп жатыр? Тағы кім болды? Әкел ғой. Ақылды. Ақылды дейді. Ақылды болсақ, бақытты өмір сүру үшін ақыл керек екен. Керемет. Тағы Ата-ананың түгел болса. қандай керемет сөз. Ата-анаң түгел болса дейді. Тағы кім деп бар? Білімді болсаң бақытты болады екенсің. Ал болғанда болды, керемет. Тағы кім деп бар? Еңбекқор. Өте тамаша. Еңбекқор болу керек. Тағы кім деп бар? Бақытты күн. Бақытты күн дейді. Керемет. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Дұрыс айтасыңдар, бақытты бала туралы болмақ. Енді мына екі суретке қарай қояйық. Мына интерактивті тақтадағы екі суретке қарай. Қарадыңдар ма, мұқият? Мұқият қарасаңдар. Мына суретті қарадыңдар ғой? Осы суреттен сендер бірінші суретке қараңдар. Балалардың көңіл күйі қандай? Керемет көңілде. Ал екінші суретке қараңдар. Көңілсіз. Неге деп ойлайсыңдар? Неге деп ойлайсыңдар? Ол бала. Ол неге деп отыр жүрмейтін? Мүгедек арбасында отыр. Өте тамаша. Міне біз бүгін сабағымыздың тақырыбының өзі осы бала бақытты тақырыбында болғанында. Қазір оқулықты ашып, оқулықты ашамыз. Оқулықтағы достарым мен бақыттымын деген тақырыпта оқулық болса, біз қазір құнды қалам әдісіне көшеміз де, осы әдіс бойынша мәтінді тізбектей оқимыз. Мен мына қаламды, құнды қаламды кімнің қолына беремін, сол оқиды. Бір-бір сөйлеммен. Түсінікті ме? Жақсы. Ал, жаңағы оқиды. Даусымызды шығарып. Балалардың аулада ойнап жүргенін күнде көремін. Кімге бересің енді? Көркемге. Олармен ойнағым келеді. Жақсы. Мен жүгіре алмаймын, өйткені аяғым ауырады. Ата-анам көбінесе арнайы арбамен алып шығады. Балалар маған қадана қарайтын сияқты. өте керемет. Балалар осы мәтіндегі
мүгедек бала Ерболға қалай көмектесеміз? Сіздердің қолдарыңыздан не келеді? Балаға қалай көмек жасай аласыздар? Ринат? Онымен достасып, қызықты ойын ойнар едім. Достасып, қызықты ойын ойнар едім дейді. Я Амангүл? Онымен бірге қызықты көп кітаптар оқимыз. Кітаптар оқитын едік дейді. Өте тамаша, көркем. Онымен бірге достасып, теледидар көретін едім. Теледидар көретін едім. Гүлназым? Онымен бірге сурет салатын едім. Бірігіп сурет салатын едік дейді. Темірлан? Онымен волейбол ойнайтын едім. Я волейбол ойнайтын едік. Керемет. Тағы да нысаналы? Онымен футбол ойнайтын едік. Я футбол ойнайтын едік. Саябақта? Серуендейтін едік. Міне. Кішкене шаршап қалған сияқтымыз. Бойымызды сергітіп, жаттығу жасап алайық. Бәріміз орнымыздан тұрып алайық. Жағдай болды. Жағдай әдемі болды. Привет, ребята! Разомнемся вместе со мной. Стоя возле парты, руки на поясе. На счет раз правую руку вниз, левую вверх. На счет два переменить положение рук. Повторить 4 раза. Темп средний. Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Расслабленно опустить руки вниз и потрясти кистями. Голову наклонить вперед. Молодцы! Следующее упражнение для наших глазок. Голова остается неподвижной. На счет раз посмотреть влево. На счет два посмотреть вправо. 3 посмотреть вверх. 4 посмотреть вниз. Повторить 8 раз. Раз, два, три, четыре. 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 Хорошо. Продолжим. Руки поднять вверх. Раз, сжать кисти в кулак. 2 разжать кисти. Повторить 8 раз. Затем руки расслабленно опустить вниз. Потрясти кистями. Темп средний. Раз, два. 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 И потрясти кистями. Голову наклонить вперед. А теперь так. Стоя, руки на поясе. Раз. Повернуть голову максимально далеко вправо. Вернуться в исходное положение. 2. Повернуть голову максимально далеко влево. Вернуться в исходное положение. 3. Вдох, пауза. Выдох, пауза. Повторить 4 раза. Темп средний. Раз. 2. Вдох, пауза. Выдох, пауза. Раз, два. Вдох, пауза. Выдох, пауза. Раз, два. Вдох, пауза. Выдох, пауза. Раз, два. Вдох, пауза. Выдох, пауза. И последнее упражнение. Стоя, руки вдоль туловища. Раз, правую руку на пояс. 2, левую руку на пояс. 3, правую руку на плечо. 4, левую руку на плечо. 5, правую руку вверх. 6, левую руку вверх. 7, 8, широки руками над головой. 9, опустить левую руку на плечо. 10, правую руку на плечо. 11, левую руку на пояс. 12, правую руку на пояс. Повторить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодцы! Мне понравилось с вами заниматься. Енді кейіпкерді, Ербол кейіпкерімізді рухтандыратын, оған күш беретін біз әр топтан бір ұран тапсаңдар сіздер. Ұран ойлап табыңдар. Кәне, ойланамыз.
баланы қуантатын, баланы ойландыратын ұран табуымыз керек. Қалай деп ойланды? Барлық орнынан тұра қойыңдар. Бірінші топ қандай ұран ойлап тапты екен? Біз сенімен біргеміз. Жақсы, керемет. Екінші топ. Сен жалғыз емессің. Сен жалғыз емессің, керемет. Бізге сенім ар. Ал сіздер? Біз сенімен әрқашан жаннан табаламыз. Қандай керемет. Сіздер кейіпкеріміз Ерболдың келешекте жүріп кетуіне оған қандай тілек жазар едіңдер? Ерболға арнаған сіздердің тілектеріңізді алдарында стикерге жаза қойыңдар. Тездетіп қана. Bir ауыз тілектер. Bir ауыз сөзбен жаза қойыңдар. Оқып шығайық. Кімнің қандай тілегі бар екен? Кім қандай тілек тілейді екен деп болған? Темірлан, оқи оқ. Сенің аяғың ауырмасын. Ауырмасын. Ербол тез жазылып кет. Аяғың жазылып кетсін. Жазылып кетсін, жақсы. Жана. Ербол ешқашан ауырмасын. Ауырма. Я Ринат. Аяғың жазылсын, денсаулығың мықты болсын. Мықты болсын. Ербол ауырма, дені сау болсын. Ербол сауығып кет, денсаулығың жақсы болсын. Батыл бол. Батыл бол, я. Ербол аяғың жазылып кетсін. Денің сау біздің қатарымызға қосылсын. Қатары бізға қосылды, керемет, я. Ербол аяғың жазылып кетсін. Ата-анаңды қуанып жүргенде болады, я? Ербол аяғың жазылып кетсін. Бірімізді айтқанымыз, біріміз қайталай бермей басқаша да тілек айтуға болады дейді, жақсы жайды. Я, сен айта ғой. Жанымда болады. Жақсы, керемет, өте жақсы. Сол сіздердің тілектеріңіз. Қазір барлық сабағымыздың соңына да тақап қалды. Енді біз осы мәтін бойынша түйінді сөздерді табуымыз керек. Яғни түйінді сөздерді жазып, қай сөздерді, сөз тіркесінің сөздерді түйінді сөз деп ойлайсыздар, соны жазып, мына сөздер банкісінің ішіне саламыз. Ойлы жаңа мәтін бойынша жұмыс жасадыңдар, жаңа өз беттеріңше оқыдыңдар, тізбектей оқыдық. Енді сол бойынша мәтіннің ішінен тауып ала қоямыздар, түйінді сөздерді жазамыздар, мына ішіне саламыз. Және қандай сөзді жазғатқанымды оқып сосын саласыңдар. Жақсы ма? Ал жаза қойыңдар. Жазамыз. Аяқ ауырмады. Жазған енді жазып болса, жазған сөзімізді оқып, сөздер банкісіне саламыз. Қандай сөзді сен түйінді сөз деп есептедің? Аулаға алып шықты. Аулаға алып шықты, салағым. Достарым көп. Ойын төрешісі. Аяғым ауырды. Аяғым ауырады. Ойнап жүрген. Достарым көп. Жақсы. Осы мәтін бойынша бүгінгі түсінгендерін, сабақ бойынша түсінгендерін сәл ғана шолу жасап өтейік. Ерболға Асқар деген бала мейірім сыйлады, не? Балалар қанша адамға жылылық пен мейірім сыйлады? Екеуі. Кімге?
бұл сендерге ұнады ма? Несі ұнады? Соңында бәрі бірге ойнады. Соңында бәрі бірге ойнады, көңілді аяқтанды. Жақсы балалар, міне бүгінгі сабақ бойынша сіздердің қабырғада, үш қабырғада смайликтер іліп отыр ғой, әртүрлі көңіл күйде. Бүгінгі сабақ бойынша егер сен жақсы бүгінгі сабақ түсіндім десең, мына смайликтің қасына барып тұрасың, көңіл тұрған. Ал жартылай түсіндім, жартылай түсінбедім десең, төрдегі смайликке барып тұрасың. Ал дым түсінген жоқпын десең, қарағым түйіп тұрған, ренжіп тұрған смайликтің қасына барып тұрасың. Қарекет. Жүгірмей барамыз және. Жарайды. Темірлан, ол жабыстыратын емес қой. Жарайды. Мен сендердің бүгінгі сабақты өте жақсы түсінгендерді көріп тұрмын. Ал Ринат пен Ерасыл жартылай түсіндім дейді. Қай жерде түсінбей қалды? Қай жерде түсінбей қалды? Айтыласың ба? Ерасыл? Қай жерде түсінбей қалды? Мәтінді дұрыс түсінген жоқсың. Себебі? Неге? Себебі? Өзің тыныш отырмаған сияқтысың. Көп жыбырлап алаңдап отырған сияқтысың. Жақсы. Өзімізге бүгінгі сабақты өте көңілді, жеңіл өткізгеніміз үшін өзімізге 3 шапалақ.